Жазда анамның жылдығын беруге Алматыға барғанда, алматылық оқырмандарым стористен менің Алматыда екенімді көріп, жеке консультацияға жазылды. Алматы өте қатты ыстық, үйде кондер жоқ. Вентилятормен ах-ух деп отырсам, жасы 40-қа шамалас келіншек келді. Шолпан әпке, қиналып жүрмін. Өмірімді өзгерткім келеді. Байдан пәтуа көрмедім. Гулящий, жалқау, үй тірлігінің басын түртпейді. Мені 1 грамм болсын бағаламайды. Заңмен ажырасқанбыз. Қайын жұрт жағынып алдыма келгенсін, шанс берейін деп балалар үшін қайта қосылғанмын. Қазір ұрғанын қойды. Өзгерген түгі жоқ. Сол жалқаулық, жүргіштік, 3 балам бар. ЗАГСте жоқпыз. Оны мүлдем сүймеймін. Кеткім келеді. Деп жылағанда көзінен жас емес, сор ақты. Өңді, сүйкімді нәзік келіншек. Шашында бір ағы жоқ. Жасы 40-та деп айтпайсың. Байынан қиыншылық көрген әйелдер әдетте шаршап, жынжып, әбіржіп жүруші еді. Бұл келіншек мұнтаздай. Содан жаным ашып, давай дайындал, Астанаға алып кетейін. Как раз 3 ай каникул кезінде балдарымды пропискаға тұрғызып, мектеп мәселесін шешіп көмектесейін. Жұмыс табылады. Ертең маманың жылдығын беремін. Бүрсігүні жолға шығамын. Алып кетейін дедім. Менен мұндай жауапты күтпесе керек. Ойланайын деді. Жақсы, ойлан деп қоштастық. Алматының ыстығына қатты ісініп, әбіржіп, берекем кетіп, давлением көтеріліп, маған ол келіншекті ойлауға шамам болмады. Олай зар еңірейтін 1000 қатын бар. Қайсысы бірін ойлайсың? Мамамның жылдығын беріп, Астанама кетіп қалдым. Содан бері 6 ай өтіпті. 3 күн бұрын ұйықтап жатсам, таң сәрімен сол жылап еңіреп келген келіншек хабарласып тұр. Дауысы әлсіз, әрен сөйлеп тұр. Апай, өлуге аз қалдым. Үлкен дәретке шықпағаныма қанша күн болды. Барлық ауру стресстен ғой. Сол баяғы күйеуім. Жазда сіз жүр, алып кетейін дегенде кетуім керек еді. Қазір жұмысқа да жарамаймын. Ең болмаса 1 күн істеп, 1 күн демалатын, өз тамағымды тауып жейтін жеңіл жұмыс болса болды. Дұрыс ауқат ішпеген соң, күнде стресс. Енді міне, ештеңеге шамам жоқ. Деп жылағанда ұйқым шайдай ашылды. Дауысы әлсіз. Ішкен тамағымды тапсам болды дейді. Мына байғұстың иммунитеті өлген ғой. Тамаққа жармай қалған ғой деп уайымдап кеттім. Баяғыда бір әйелге қарамай, кешірім сұраса да маңайыма жолатпай қойғанмын. Себебі басқаларды тыңдап, көңілімді қалдырған еді. Жақсылық жасап өзімше әділ болып жүрсем, өзінің жеке пікірі жоқ, елдің үгіттегеніне еріп, маған жаман қастандық жасады. Содан кешіре алмадым. Басқа адамдардың үгіттеуімен менің марқұм анашымды ұрған. Анам үйде жалғыз, қорғайтын ешкім болмаған. Шешемнің үйінің астан кестенін шығарып, шешемді қылқындырған. Анам бірнеше күн больницаға жатып, жұтқыншағы қабынып, тамақ іше алмай қалған. Бауырларым мен сіңілдерім маған ренжіп, ұрсысып жүр. Жолама үйге, сен біз үшін өлгенсің. Шешемізді қайдағы біреулер сен үшін ұрып, не істедің соншама? Жармис, деп айқайлап, мен 1 жылдай туғандарыммен араласпай кеткен күнім болды. Бауырларымдікі дұрыс қой. Менің қателігім үшін шешем жазықсыз таяқ жеді. Менің жармистігімнен осындай сұмдық болды. Содан мен де жауласып, шешеме тиіскендерің үшін енді сендердің жауларың болам. Встречайте, деп кектендім. Мен өте кекшіл адам едім. Кегімді алмай қоймайтынмын. Ол әйел артынан көп нәрсе түсініп, өкінді. Бірақ тым кеш болды. Содан ол әйел қайтыс болды. Ал қазір есіме түссе әттен, сол кезде мен оны кешіріп көмектесе алғанда ғой, тірі болар еді деген өкінішім көкейімде қалып кетті. Бұл бөлек оқиға. Бір күні айтылар. Содан мына жылап, Алматыдан хабарласып тұрған келіншектің әлсіз, шарасыз дауысы кезінде көмек беруден бас тартқан әйелді есіме түсірді. Адамға көмек керек. Өлуге шақ қалдым. Бірнеше күн үлкен дәретке де шықпадым. Халім нашар. Денсаулығым нашарлап барады. Мен бұл жерден кетпесем болмайды әпке. Көмектесінші, деп әлсіз, үзік-үзік дауысымен жылағанда
денем түршікті. Давай индрайвер шақырт та Астанаға тез шық. Жолдың ақшасын өзім төлеймін. Тез шық, дедім. Балаларында не істейтін болдың деп сұрасам, тәте, екеуі үлкен ғой, студент, кішкентай ақылды, әкесімен қалады. Байым өзі қарайды. Тәте, өлгім келмейді, баланы ойлайтын шамам жоқ. Денсаулығым қатты жаныма батып тұр, деді. Бала түгіл бас қайғы болса, что-то совсем серьезно ғой, деп шошындым. Ол жолға шықты. Жол боран, түк көрінбейді, шопыр әрең айдап келеді, деп SMS жазып жіберіпті. Ойбай-ау, артық қылам деп тыртық болмасын, аман есен жетсе екен, деп уайыммен ұйқыдан қалдым. Қарның ашқан жоқ па деп сұрасам, наным мен суым бар деп жауап берді. Мұнандай ұзақ жолда құр нан мен су, онсыз да ауырып келе жатқан адам ғой, деп жаным ашыды. Қазаныма қазы мен қабырғаларды салып, сорпа жасап қояйын дедім. Құдды о дүниеден сіңілім тіріліп келе жатқандай күттім. Я Раббым, адамдарға жақсылық жасай алатын жағдай бергеніне, мүмкіншілік бергеніне мыңда бір шүкір деп, Аллама шүкіршілік дұғамды жасадым. Содан индрайвер ауа райының қолайсыздығынан Алматыдан Астанаға дейін 1 сутка жүріп келді. Тәте, жеттім дегенде баламды жібердім. Ана өлімші дауысынан денесін әрең сүйреп келе жатқан әйел сөмкесін қайтып көтерсін, деп ойладым. Балам күтіп алды, келді. Түрі мен ойлағандай плачевный жағдайда емес екен. Бірақ есіктен кіре салып мені құшақтап жылады. Все, бәрі артта қалды. Енді жыламайтын боласың. Тез шешін, қолыңды жу. Жолдан әбден шаршаған боларсың, деп бетінен сүйіп қарсы алдым. Дастарханда отырмыз. Әпке, ауыр жұмысқа жарамаймын. Денсаулығым жоқ. Күніне 5-6 мың теңгелік тамағымды табатын ақшам болса болды, деп тағы жылады. Алдымен денсаулығыңды түзеп, есіңді жиып алшы. Жұмыс ешқайда қашпайды. Демалып, бой жазып, реттеліп ал. 5-10 күн ішінде жатып әлденіп ал. Сосын көре жатармыз, дедім. Ыстық ваннаға түс. 1 сутка жолдан қажыған шығарсың. Жатып әңгімелесейік, дедім. Расында, әбден шаршапты. Ваннаға түсіп, ерте ұйықтап қалды. Ертесіне Қытай медицина орталығына құрбыма барып ұшықтатып, қорғасын құйдырып, дем салдырып, жұмыс жайлы сөйлесіп қайттық. Менің бір ауыз сөзімді жерге тастамайтын құрбым, клиникаңызға жұмысқа алыңыз дегеніме күліп, мақұл деді. Үйде 4 қабырғада зерікпесін деп, Артем деген торговый домға апарып, көңілін көтерейін, сіңілім сияқты паналып келді ғой, деп кафеге барып балық жеп, әбден қыдыртып, кешкі 9-дар шамасында үйге шаршап жеттік. Мәз болып, Астананың қақаған қысын елемедік. Үйге келіп ыстық сорпа, ыстық ванна, кешке әңгіме соғып жату. Сондай бір алаңсыз, уақытты қызықты өткіздік. Әңгімесіне мән берсем, күйеуі қазір ұрмайды екен. Қазір заңда ондай емес қой. Кім қатын үшін қамалғысы келеді дейсің. Екеуі заңмен ажырасқан соң, қайын-жұрт туған болып екеуін қайта қосқан. Айтуынша, байы заңсыз-ақ ұруын қайта қосылған соң қойыпты. Кешегідей емес. Көңілі жайланып, қонағым тірілді. Ол ұйқыға кеткенде бүкіл жұмыс бераладау деген таныстарыма хабарласып, жұмыс сұрастырдым. 2-3 вариант табылды. Қазір ұйықтап жатыр. Таңертең айтайын, өзі таңдар, деп ойладым. Астанада частный мектепте завуч сыйласым бар еді. Соған жалынып, сіз өтінгенде сөзіңізді жерге тастамап едім. Менің де бір көмегім тиер деп едіңіз ғой. Інісін игромандықтан шығарып бергенімін. Енді маған сіңіліме жатып жұмыс істейтін жұмыс керек еді деп қолға салып едім. Жақсы, понедельниктен бастап вахтерша болып шықсын. Уақытымен оқушыларға звонок қағып, кешке кіре берістің полын жуып, қыста қарын күреп, жазда лестницасын жуады. Айлығы 140 мың. Ал тамағын мектептің асханасын айтып қоямын. Тегін тамақ ішеді. Кешке қайтарда поварлар беляши, компот тастап кетеді. Техническая комната бар. 8-9 техничкам бар. Олар сол жерде шай ішіп, киініп, переменде демалады. Ішінде ескілеу,
бірақ таза диван тұр, сонда ұйықтасын, деді. Жылы таза, тек өзіне ыңғай жасап алады. Көрпе жастығы бар ма? Деді. Ой, мен берем ғой көрпе жастық, деп қуанып кеттім. Бірінші бөлімнің соңы. Каналға жазылып, лайк басып, подписаться етіп, пікір қалдырыңыздар. Ұнамаса да пікір қалдырыңыздар. Құрметпен, аудиожазба каналының иесі.